қай қалада тудыңыз және де Алматыға қашан келдіңіз? Менің туып өскен жерім Жамбыл облысы, Тараз қаласы. Ол жерде 17 жасыма дейін тұрдым. Кейін 2004 жылы Алматы қаласына көшіп келдім. Сонда Алматыдағы тұрған қанша жыл? 9 жыл болды. Алматыдағы ең сүйікті орындарыңыз қандай? Енді Алматыдағы ең сүйікті әр адамның орны бұл тау жақта, Медеу, Шымбұлақ және алмасып жатқан жерлердің барлығы. Ал сүйікті мейрамхана, кафелердің? Сүйікті мейрамхана, кафелер, енді ондай жерге көп бара бермеймін. Атап айта алмаймын, бірақ көп қой Алматыда. Ондай жастар болсын, басқа жаңағы шетелден келген қонақтарымыз болсын, Құдайға шүкір, жақсы орындар, жақсы тағамдар бар жерлер көп. Бір-екі атау жүрсеңіз. Ең сүйікті есіңізде қалған бір интерьері, бір айрықша есіңізде қалған. Есіме түсіп тұрған Палладиум бізде бар, JQ бар. Көп қой. Ал киімдерді көбінесе қай жерден сатып аласыз Алматыда? Алматыда киімдерді мен бутиктерден аламыз. Енді бутиктерде көп қой Алматыда, әртүрлі. Үлкен қай жерім мысалға? Шын айтсам, бұл жақтан көп киім ала бермеймін. Бұл жерден алмайсыз? Жоқ. Маған алып келеді басқа шетелден таныстарым. Ал Алматыдағы жақсы көрмейтін тұстарыңыз бар ма? Ауасы. Біздің Алматы қала жасыл қала болғанмен өте ауаны ластандыратын заттар, дүниелер көп. Бұл машиналар, автобустар. Өкінішке орай самолеттен ұшып келе жатқанның өзінде ұшақтан төменге қарасаң сұп-сұр болып тұрады. Жасыл желек көп болса да сондай, өкінішке орай ауасын кішкене тазартса жақсы болар еді. Ал егер де өз қолыңызда бір нәрсе болса, өзгертетіндей Алматыда кім болсаңыз, не жасаушыңыз, не өзгертушіңіз? Не өзгертетіндей енді білмеймін. Мен толықтай қанағатпын Алматы қаласына, өз басым. Ал бір ең сүйікті кітап сатып алатын сондай бір дүкендеріңіз бар ма Алматыда? Кітап сатып алатын дүкендерім жоқ. Кітаптың барлығы маған бір кісі бар, сол кісі сыйлыққа береді әр уақытта. Сондықтан арнайы библиотекаға барып, арнайы кітапханаларға бармаймын. Мен кітап сатылатын дүкендерге де бармаймын. Ал Алматыда мысалға демалыстарды қалай өткізесіз? Демалыстарды бос уақытында мен тауға шығамын. Жаңа айтып өттім, ауасы кішкене ластау болғандықтан сол жаққа, Алмарасан жаққа және Медеу жақта. Енді ол жақта қазір ағаштарымыз өкінішке орай бораннан құлап қалды. Бірақ сонда да енді ауасы таза ғой, сол жаққа көп шығып тұрамын. Содан кейін кинотеатрға барамыз, театрға барамын, Әуезов театрына барып тұрамын. Сол. Ал былай кафе-клубтарға бармаймын өз басым. Рахмет.